Құрметті оқырмандар, Бестау селолық кітапханасы Әлихан Бөкейхановтың 155 жылдығына орай Алаш қозғалысының көсемі атты ақпарат дерек ұсынады. 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының қоғам және мемлекет қайраткері қатарындағы аса ерекше тұлға, ұлт-азаттық және Алаш қозғалысының жетекшісі, Алашорда автономиялы үкіметінің төрағасы, публицист, ғалым, аудармашы Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхановтың туғанына биыл 155 жыл. Әлихан Бөкейханов 1866 жылы 5 наурызда Семей облысы Қарқаралы уезі Тоқырауын болысының 7 ауылында дүниеге келген. Оның ата тегі Шыңғысханның үлкен ұлы Жошыдан тарайтын төре тұқымынан. Арғы атасы қазақтың соңғы ханының бірі Бөкейдің тікелей ұрпағы шөпшегі болып табылады. Қанында бар тектіліктің арқасында Әлихан бала кезінде молдадан хат танып, есейгенде Омбы қаласында білімін жалғастырады. Малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы деп өткен Әлихан Бөкейханов Омбыда оқып жүргенде қазақ халқының Ресей үкіметінің езгісінен, тепкісінен көз ашпай жүргендігі жанына қатты батады. Елге оралып, қазақ автономиясын құруды көздейді. Осылайша 1917 жылдың 5-13 желтоқсан аралығында Орынборда өткен 2-ші бүкіл қазақ-қырғыз құрылтайы кезінде Алашорда үкіметі құрылады. Оның негізін қалаушы әрі төрағасы Әлихан Бөкейханов болып саналады. Әлихан Бөкейханов қазақ зиялыларының басын бір арнаға қосып, мемлекеттің қалыптасуы үшін аянбай тер төкті. Алашорда туы көтеріліп, үкіметі жарияланғанда қазақтың біршама ұлт зиялылары қолдау көрсеткені анық. Солардың бірі қазақтың белгілі ақыны Сұлтанмахмұт Торайғыров қуанышын мына өлеңмен жеткізді. Алаш туы астында күн сөнгенше сөнбейміз, енді алашты ешкімнің қорлығына бермейміз. Өлер жерден кеттік біз, бұл заманға жеттік біз, жасайды алаш өлмейміз, жасасын алаш жасасын. Бұл өлең жолдары әнұранға айналды. Сол заманның біраз зиялылары қазақ қоғамын ояту мақсатында айтарлықтай маңдай терін төккені баршамызға аян. Оны Ахмет Байтұрсыновтың Әлихан Бөкейханға арнап жазған өлеңінен де аңғаруға болады. Қырағы, қия жазбас сұңқарым-ай, қажымас қашық жолға тұлпарым-ай, үйілген өлексені өрге сүйреп шығармақ қыр басына іңкәрім-ай. Ұлт жанашырларының өзі өлсе де артына қалдырған мұралары ешқашан өлмек емес. Сөзге дәлел Ғылым ордасы республикалық мемлекеттік кітапханасында, ғылыми кітапхананың қорында Әлихан Бөкейхановтың біраз еңбектері баршылық. Тутковскийден аударған Жердің қысқаша тарихы, Короленкодан аударған Макардың түсі, Толстойдан аударған Кавказ тұтқыны, Жұмыртқадай бидай, Жетіқарақшы аудармалары, Жаманда топалаң, Денсаулық сақтықта, Ахмет Байтұрсыновпен бірге жазған Жерміш шоқтау сынды шығармалары бар. Бір қызығы, атылмыш шығармаларда және газет мақалаларында Әлихан Бөкейханов өзіне қыр баласы деген лақап атты қолданған. Бұл аталған еңбектер ғылыми кітапхананың қазақ тіліндегі сирек кітаптар қорында сақталған. Ешкімнің Әлиханға бармас сөзі, демейді қандай қазақ оның көзі, Семей тұрсын 7 облыс бар қазақтан, толассыз жеке тара, тұр ғой өзі деп Сұлтанмахмұт Торайғыров жырламақшы. Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханов әрқашанда қазақ жүрегінде жеке дара тұлға болып қала бермек.